Дәмордадағы 7-ші объект болып саналады. Бұған біз жобалап жатқанымыз кондитерлік өнімдерін шығару, қант, мынандай шақпақ қант, оның упаковка жасалғаны, одан басқа барбарис, түрлі печенье өнімдері, олардың бәрінің оборудованиялары бар, дайын тұр. Осы жылдың сентябрь, октябрь айларға дейін құрылыс жұмыстары бітетін болса, біткеннен кейін оларға оборудование әкеліп қоямыз. Бір жобада 20, 30, 40 қыз істейді. Әкімшілік тарапынан жақсы көмек берілді. Мына алды жағымызда водопровод өтті. Арт жағымызда мына свет көрініп тұр. Свет өтіп жатыр, бір жол салып берді. Одан әкімшілігінің бастамасымен істеп жатқан тірлігіміз осы міне. Былтыр сентябрь, октябрь айлардан бастап тынып жатқан жоқпыз. Ориентировочный жоба тек қана құрылыс жұмыстарына 60-70 миллион кетеді деп жатыр. Ол жобадан да асады, потому что одан кейінгі біздің тірліктеріміз оборудование әкелу, орауға, басқаға жаңартумен, басқасымен 120-150 миллион арасында кетеді деп отырмыз. Біздің негізгі мақсатымыз осы илажы барынша жеке кәсіпкерлердің дамыту арқасында осы Сауран ауданының бюджетіне, Түркістан облысының бюджетіне толтыру, жергілікті жұмысшыларны жұмыспен қамтамасыз ету, өзіміздің Түркістан базарына, осы Сауран ауданының базарын толықтыру.